Біріншіден, сіз әрқашан ажырасуды ойлайсыз. Бұндай жағдайда астағфируллах истихфарын өте көп айтуыңыз қажет. Екіншіден, араларыңызда сөйлесу мүлде жоқ болса, бұндай жағдай тек түсініспеушілікке алып барады. Үшіншіден, өте көп спорласу. Бұл бітімсіз ұрыс жанжалдардың бастамасы болуы мүмкін. Төртіншіден, төсек қарым-қатынастың болмауы араларыңызды одан сайын суытып, салқынқандылыққа алып келеді. Бесіншіден, бірге уақыт өткізгілеріңіз келмейді. Уақыт болған күннің өзінде өте қызықсыз өтеді. Алтыншыдан, дініміздегі бір-бірінің алдындағы міндеттерін білмеуінде немесе атқармауында. Бұндай жағдайда тек алу процесі жүреді, тек маған ғана деген көзқараспен өмір сүреді. Жетіншіден, басқа адамдардың араласуы. Екеуі бір команда болмаған кезде, үшінші адам әрқашан ортаға кіре беретін болады. Отбасын сақтап қалу екі адамның жұмыс жасауынан, бірақ кімге қатты бойына болып жатыр, сол жұмысты өзімен бірінші бастап кетуі тиіс. Себебі Аллах тағала Құранда кімде-кім өзін өзгертпейінше, Аллах оның халін өзгертпейді деді. Егер де сіздің қарым-қатынасыңызда осы белгілер болатын болса, ажырасу үстінде болатын болсаңыз, сізді 1 айлық жеке терапиямда күтемін. Толық ақпарат алу үшін терапия сөзін қалдырыңыз.